Сәлем достар, эфирде қызық фильм. Бүгін біз 2017 жылы шыққан «Кто наблюдает за Оливером» атты фильмге шолу жасаймыз. Что, блядь? Что с волосами? Оливер қарапайым өте ұялшақ жігіт. Ол Америкадан Таиландқа көшіп келген. Өзінің дәрісін ішіп, қолына ноутбугын алып, баласының әр қадамын бақылап отыратын қатал анасымен хабарласады. Анасы Оливерді көргеніне қуанып, оның қалай жайғасып алғанын сұрайды. Әңгіме барысында баласының киген киімін сынап, келесі сөйлескенде дұрыс киім кию керектігін айтады. Келесі күні Оливер анасынан алыс жерде өзінің ересек өмірін бастайды. Ол жуынып тазаланып, аяқ киімін сүртіп, идеалды түрде өтектелген көйлегін таңдап серуенге шығады. Есігінің алдында бір мысықты байқап, оны қуып жібереді. Алайда кейін олай істегеніне өкінеді. Себебі мысыққа тамақ беріп қамқорлығын алғысы келеді. Кешігірек ұялшақ жігіт ескі фотоаппаратымен бірге сыртқа шығып, жаңа қаламен танысады. Оған аттракциондар паркы ұнап, орындыққа жайғасып, өткен адамдарға қарап отырады. Күн батқанда Оливер барға кіріп, әдемі қыздарға қарап жүреді. Өз-өзімен сөйлесіп дайындалып, стойкада денесі татуировкаға толған, ішіп отырған қызды байқайды. Ол қыз оны ұнатпай кетуін сұрайды, бірақ Оливер үйіндегі есірткі заттармен қызықтырып, оны өзінің үйіне шақырады. Қыз есірткімен көңілін көтергісі келіп, ойланбай келіседі. Оливердің үйіне келіп, қыз оның берген парашогын қабылдайды, және кейін бір нәрсені түсінеді. Оливер әшке киген ұялшақ психопат маньяк болып шығады. Көңілді кештің орнына қызды азаптар күтіп тұр. Анасымен хабарласып, Оливер қызға ұйықтататын дәрі беріп, үстелге байлап қояды. Ты еще здесь, шлю? Жігіттің анасы басқалардың қиналғанын көруді ұнатады екен. Сөйтіп Оливерді қыздың әлсіздігін пайдалануға мәжбүрлейді. Өзінің ісін істеп болып, Оливер қолындағы пышақпен қызды өлтіреді, ал анасы болса шексіз қуануда. Әңгімесін аяқтап, анасы Оливерге сәл өзін ұстап, келесіде басқа қыздармен ұзағырақ болуын талап етеді. Анасымен видеозвоногы біткеннен кейін Оливер қыздан кешірім сұрайды. Оны бұл іс-әрекеттерге анасының мәжбүрлеуінен баратындығын жеткізеді. Жігіт бұл істерін баяғыда қойғысы келген, алайда қарт анасына қарсы шығуға бата алмайды. Кейін ол қыздың денесінен құтылып, қан іздерін жуып тазалайды. Ванна ішінде ара мен пышақтарды қолданып, қыздың денесін бөлшектеп тастайды. Сөйтіп пакетке салып, артқы қорасындағы бочкаға арнайы қышқылға салады. Оливер келесі күнінде солай өткізеді. Тек оның үйінде енді мысық пайда болады. Қалада серуендеп паркке барып, алдыңғы орындығына отырады. Бір уақытта оған бір қыз назар аударып, онымен таныспақшы болады. Қыз Оливерге оның көрген қызық түстерін айтып, оны өзіне қызықтырып алады. Оған қарамастан Оливер өзінің графигін сақтап, қызбен еш қоштаспай үйіне қарай кетеді. Үйінде дәрілерін қабылдап, шешініп, анасымен хабарласады. Анасы бүгін шаршап, көңіл күйі болмай, әңгімелер қысқа болады. Өлтірілген қыздың соңғы бөлшектерінен құтылып, барлығын пакетке салып, жақын жердегі өзенге лақтырады. Кейін оны жаман іс-әрекеттерден алаңдататын нәрсемен айналысып, суреттер салады. Өзінің қайғылы балалық шағасын есіне түсіріп, қасындағы мысыққа әке-шешесінің жаман адамдар болғанын баяндайды. Кезінде әкесі Оливерді өртегенде, анасы оның әкесін өлтіріп, оны құтқарады. Сол сәттен бастап, анасына шексіз қарыздар болып, оған қарсы шыға алмайды. Келесі күні Оливер қайтадан сол әдеміше келген бейтаныс қызбен кездеседі. Оның есімі София. София оған қайтадан өзінің түстерін айтады. Қызға оның прическасы ұнамай, Оливердің шашын саусақтарымен түзеп тастайды. Үйіне келіп, анасымен түстер туралы сөйлескенді жөн көреді. Алайда анасы жыны келіп, оны балағаттап, видеозвонокты үзіп тастайды. Пошел ты на... Софиямен келесі кездесуі қыздың берген сыйлығынан басталады. Қыздың сұлулығына сынып, ғашық болған Оливер София үшін барлығын істеуге дайын. Өзінің графигін бұзып, ол Софиямен уақыт өткізеді. Катамаранда жүзіп, басқа да аттракциондарда серуендейді. Осы керемет кездесуден кейін Оливер енді қыздарды өлтіргісі келмейтіндігін түсініп, жаңа өмір бастамақшы болады. Кешке ол анасымен болатын әңгімеге қарсы репетиция жасап, өзінің іштегі сезімдерін айтып, зорлықтан бас тартатындығы туралы айтқысы келеді. Сөйтіп анасымен хабарласып, анасының агрессиясына тап болады. Баласының шашына, қолындағы білезігіне және киімінің әлі шешілмеуіне ашуланады. Что, блядь? Что с волосами? Анасы Оливерді қинап, үнемі оның көзінше қолмен өзін қанағаттандыруды талап етіп отырады. Ол әрекетіне қанағаттанбай, Оливерге қандайды бір азиат қызды тауып алып әкелуді бұйырады. Оливерге бірнеше сағат уақыт береді. Оливер оған қарсы еш сөз айта алмай, көшедегі бір жезөкшені тауып алады. Анасына тыр жалаңаш қызды көрсетіп, өзінің лас ісін жасап алады. Софиямен болған келесі кездесуде қыз оның көңілін түскенін байқап, қалайда болса сөйлесуге тырысады.
Оливер Софияға өзінің анасының нашар адам екенін және оның бақылауынан шаршағандығын баяндайды. София болса оны өте жақсы түсінетіндігін айтады. Себебі қыздың әке-шешесі сектанттар болған екен. Оның семьясы әлі күнге дейін оның әр қадамын бақылап, не істеу керектігін айтып отырады. Бірақ София тәуелділіктен арылып, Оливердің қасында бақытқа қарай ұмтылғысы келетіндігін жеткізеді. Оливер мұндай сұлу қызға өзінің лайықты емес екенін түсінеді. Сөйтіп одан кетуін дұрыс деп санайды. Ал София болса оған көнбей Оливердің артынан аңдып жүреді. Оливер кешігіп келгендіктен дәрілерін ішуді ұмытады. Анасымен әңгіме барысында бір қызға ғашық болғандығын айтып, енді адам өлтіргісі келмейтінін мәлімдейді. Анасына ол сөздері ұнамайды, өйткені оның сөзінше одан басқа Оливер ешкімге керек емес. Анасы Оливерге, егерде София оның қандай психопат пен маньяк екенін білсе, одан бірден қашып кететіндігін айтады. Сөйтіп Софияны үйге әкеліп, анасының көзінше оны өлтіруге көндіреді. Оливер келісіп, жақын жердегі бардан бір сұлу қызды тауып алып, анасына оны София деп таныстырмақшы болады. Бардың ішінде ол галлюцинациялық приступ ұстап, еш қызбен таныса алмайтындығын түсінеді. Сол үшін қалтасынан бір бума доллар шығарады. Отырған бір қыз ақшаға қызығып Оливермен бірге кетіп қалады. Анасына ол қызды София деп таныстырып қуа бастайды. Дәрілерін қабылдамау себепті өзін ұстай алмай ауышып, пышақпен қызға шабуыл жасайды. Сөйтіп анасымен сөйлесіп, жарақат алған қызды аяғына дейін өлтіреді. Келесі күні Оливер мен София паркте кездеседі. Оливер қайтадан көңілсіз, ал София болса өзінің кезекті түсін баяндап, Оливерді ойнасымен көргендігін айтады. Оливер ол нәрсенің мүмкін еместігін айтады, ал София оған келіседі, себебі кеш бойы оның артынан аңдып жүргенін мойындайды. София оның басқа қызбен құшақтасып кеткендігін көріп, олардың екеуін де өлтіргісі келген. Алайда Оливердің ол қызды өлтіріп, денесін бочкаға салғаннан кейін ол нәрсе Софияны қуантқанын айтады. Софияны Оливердің немен айналысып жүргендігі оны қорқытпайды екен, және Оливерсіз өмір сүре алмайтындықтан оны барлық кемшіліктермен қабылдайтындығын жеткізеді. Одан бөлек жағын адамдардың қатал бақылауынан айырылу қиын екендігін түсінеді. Осы кездесуден кейін Оливер бұрынғы өмірмен қоштаспақшы болады. Анасының звоноктарына жауап бермейді. Келесі күні ол Софиямен кездесуге асығады, бірақ ол келмейді. Бір апта бойы Оливер Софияны азаннан кешке дейін күтеді. Алайда София сол күйі жоқ. Оны алдап сатып кетті деп ойлап, қатты депрессияға ұшырайды. Біраздан кейін анасына қоңырау шалып, Софияның оны тастап кеткендігін айтады. Анасы болса оған оның ең жақын адам анасы екенін есіне түсіріп, баласын құтқару үшін күйеуін өлтіргенін ескертеді. Анасынан басқа ешкімге керек еместігін түсініп, Оливер өзінің ісіне қайтадан көшеді. Күн сайын ол үйіне қыздарды әкеліп, анасын қуанту үшін оларды оның көз алдында өлтіріп жүреді. Осындай бір күндерде есіктің алдына София келіп тұрады. Софияны Оливердің қанға жағылған киімі мен қолындағы арасы оны шошытпайды. София оның туыстарының кесірінен жоқ болғандығын және зорға дегенде олардан қашып құтылғандығын айтады. Оливердің анасы бәрін көріп тұрып қызды өлтіруді бұйырады, бірақ Оливер оған көнбей, ноутбукты жауып видеозвонокты тоқтатады. Сөйтіп екеуі бейтаныс қыздың өлі денесінің қасында махаббатпен айналысады. Барлығы да жақсы секілді көрінеді. Алайда уақыт өте Оливердің дәрісі таусылып қалады. Кезекті приступ кезінде ол анасымен хабарласып, анасының сөздеріне көніп, пышақпен Софияны өлтіріп тастайды.